Ассалаумағалейкум тағы да. Ал енді 16-сы салт дәстүр деп жатыр ғой. Мейрам. Енді айтайын дегенім, ағайындар, ассалаумағалейкум, біртұтас қазақ елім. Жаңа шағын түсіргем. Енді анашымның мұндай шаруаларын мен ар жағырай жақындатып жатырмын ғой енді. Бағана өзі жасады. Салуын бәрін өзім салдым ғой енді. Қарайтын енді мама ғой, көбігін алу деген сияқты. Қайнап жатыр. Көрісіп айт бүгін да бұйырса. Ауызашар. Енді айта кететінім, жаңағы бірінші текст жаздым. Енді салт дәстүр дегенді кеше оқып едім. Соны тұтайын жатырмын сіздерді. Так, екіншіден, былтыр 104 жаста әжеміз болып еді. Шаман әже деген. 104 жаста қайтты. Енді қазір бізде 95 жаста Каримов Ануар деген отан соғысының ардагері болды. Сол Ануар ақаның зайыбы, жолдасы, жаңа жазып қойып едім есімін. Ұмытып қалып отырмын. Так. Сосын Мапиза анамыз бар, Қажау ақаның жолдасы, зағип жандарымыз бар, жаңа Асқар ағамызды айттым. Одан кейін бағана жеңешемізді айттым, Жапырақтағы. Үлкен адамдар, мына көрісу дегенде, олар көздері көрмесе де аңсап отырады былай қарағанда. Сол сияқты мына кешегі жоғар жақтарда көрісу айты деп бағанағыдай заңнамада ілінген. Көрісу айты деп кәдімгі 14 наурыз. Соның бәрін қарап отырып мен жаза кеткім келіп отыр да. Ғилман деген 90 жаста, Үмбет деген атамыз 90 жаста, Мәдәт деген ағамыз жақындап келатыр 90-ға. Бәрін аралап, көрісіп, бірақ енді тек қана ораза айы болғасын мен телефонды тастап кеттім. Телефонды өте көп қоспаймын. 3 күніміз қалды бұйырса бітуіне Рамазан айының. Енді қадір түні бар ертең 16-сы, 17-сіне қараған түні. Сосын неміз бар, бағанағыдай құрбан айтымыз бар. Болды, енді кешке күтеміз қонақтарды. Ал еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Мынау енді осы ескі үйіміз, осы жерде өніп өстік. Әкемді айтуға ұмытып кеттім. Сол үшін екінші бейнеролик түсіріп жатырмын. Анамды жаздым, Рима деп, Рая дейді ғой, Рима ғой енді аты жағып қойған аты. Енді Алексей әкемді Қазақстан Республикасының энциклопедиясы бар. Сонда бар. Атырау қаласының энциклопедиясы бар. Соның ішінде әкем орналасқан. Құрманғазыда бәрі айтылады, бәрі таниды папамды. Енді стол алуға келгем ғой, негізі жалпы. Жалпы стол алуға келгем. Төртбұрыш стол жоқ. Бағай. Ал енді айтайын дегенім, қазір мамамыз түсіріп. Балдар отырмайтын бар, сиямыз ба мама? Балдар отырмаса, отырмайды ғой балдар, білесің ғой. Осындай стол ғой. Бір жағына реклама, бір жағына осындай. Ал жақсы мама, болды ма? Мен не істеймін енді? Міне. Так, енді тағы бір далаға шығып келемін, тағы бір затым бар алатын. Енді қараңыз, бағана айтқанымдай ұмыт кетеді дейміз ғой, мысалы, қараңыз, жасы 80 жасқа келіп не істеп жатыр? Нан илеп жатыр. Мен ағада илеп жүрдім ғой. Бүгін маған ештеңе алқым жоқ. Осы жуу, тазалау. Осы бәрі менің мойнымда ғой енді. Жеңешелерім келсе бір пайдаланып қаламыз. Болды. Электр керек, новый, жап жаңа 20 мың қалған, жасамай қалды. Рекламаны скетч береміз ғой біз. Осы бір шеге
енді 3 жеке бар ағайындар. 2 сиыр ғой енді. 2 сиырдың басы осыдан 2 ай бұрын алынған ғой. Енді қазіргі кезде карантин ғой малға. Мынау қайдағы басты нетіп жатыр деп айтып отырмаңыздар. Аманта олайық. Осы мен естігенмін. Нұрым Ерғалиев, Таңатар ағамыз, Арман Жайық, Сағындық Бейсенғалиев, Сағынтай Бейсенғалиев, Мұрат Сарман, Мұрат Бектенов, Рақымжан Отарбаев бізге бөле болады ағайындар. Бәрін айтып кетейін де астына белгілесем, белгілемесем осы жазушыларға респект. Ассалаумағалейкум. Айтуға оңай. Бір еліміз аман тыныш болсын. Ата әжелерімізді құрметтейік, көрісу айты жалғаса берсін. Рамазан айын ұмытып кетпеңіздер ағайындар, құттықтауға 3 күніңіз қалды. Ешкім танысаңыздар да, танымасаңыздар да Фейсбукқа, Инстаграмға, ТикТокқа жазып жіберіңіздер. Рамазан айы құтты болсын деп.